Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандары, сіздермен бірге микрофон алдында дәл қазір мен Асылханова Тоғжан. Және бүгінгі Айша-Бибі ФМ мектеп радио студиясында қонаққа ер балаларға арналған Қарағанды білім инновация мектеп-интернатының ата-аналары қонаққа келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жалпы дәл қазір сіздер Айша-Бибі ФМ мектеп радио ұжымының студиясында бірінші рет сұхбат беріп отырғандықтан қандай сезімдесіз? Көңіл толқулы сезімде, өйткені мен ең алғашқы рет 7 сыныпта оқып жүргенде бергем Қарағанды қаласының радиосына. Одан кейінгі беріп отырғаным Алланың жазуымен сіздердің мынау Айша-Бибі ФМ радио толқынында. Біз жалпы дәл қазір бірінші сұрақтардың легін бастамай тұрып, өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Менің есімім Дәулет, сонау Қарағанды облысының Қарқаралы деген үлкен бір әдемі Қазақстанның Швейцариясында тұратын елді мекеннің тұрғынымын. Ол елді мекендегі үлкен бір ғұламалар, ғалымдар туып өскен. Мынау Қазбек би бабамыздың елі, Дүлдүл күйші Тәттімбет атамыздың елі. Сонымен қатар Мәди деген біздің бір ақын, үлкен бір аталарымыздың елі. Сонымен қатар мынау батыр шыққан қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров шыққан елдің жері, Қасым Аман Жол Бақынымыздың шыққан жері. Сонымен қатар өзімнің туып өскен жеріндегі Нұркен Әбдіров деген Ұлы Отан соғысының батыры, жаңағы ұшқыш атамыздың өскен жеріне келіп отырмын. Менің ұлым осы Қарағанды нөмір 1 лицей интернатының, білім инновациялық лицей интернатының 9-шы Б сыныбында оқиды. Сол жерден келіп отырмын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы Тараз деген кезде, қасиетті Тараз дегенде қандай бір бейне елестейді? Жалпы Тараз қаласының қонақжайлығы жайында айта кетсеңіз. Жоғары Қалапбекенде болғанбыз. Шыны керек, Тараз елінде бұл жерде мен өз басым бірінші келіп отырмын. Бұл деген киелі жер, сонау сіздердің елдегі Жуалы ауданындағы біздің батыр, қазақтың ең батыры, ең жаңағы стратег батыр Бауыржан Момышұлының елі деп танылған ел. Жамбыл атамыздың елі деп атамыз. Сондықтан бұл жерге түскеннен бастап қолды-аяғымыз жерден түсірмей бізді күтіп алып, кешегі бері жаңағы киелі жерлерді аралатып, көрсетіп, бізде сондай бір кең әсер алып, рухани өзімізді жаңағы немізді байтып, өз санамызды байтып отырмыз. Көп рахмет дейміз. Оның ендеше көп созбай, жалпы тыңдармандарымызға бұл қызық сұрақ болуы мүмкін. Жалпы Айша-Бибі ФМ мектеп радиосына қандай айдар тілегіңіз бар? Мен ең бірінші осы бүгінгі мәдениетті саяхатты сіздердің мектепке арнайы жіберіп, ата-аналарды ұйымдастырып отырған бірінші осы мектептің басшысы болған Қазбек ағайға көп рахмет дейміз. Басымыз осылай біріктіріп, өзінің жаңағы басшы болған еліне жерге отырған көп алғысымызды білдіреміз. Ата-аналар жаңағы мен қалжақтап айтып отырмын ғой, кастинг өттік Қазбек ағадан деп. Сондықтан Қазбек ағам қазір басқарып отырған ұжымда да осы өзі бастап кеткен ісі радио ФМ Айша-Бибі атындағы. Соны біздің Қарағанды нөмір 1 білім инновациялық мектебінде әрі жалғасын тапса дейміз. Біз сенеміз ол кісіге. Ол жақтағы бастап жаңағы дайындаған өзінің бір жоспарларын біздің елді мекен іске асырса дейміз. Содан тағы сіздерге тілерім, әрқашанда өркендеп өсуге беріңіздер. Сіздер еліміздің болашағысыздар. Әрдайым биіктерден көріңіздер. Сіздердің осы жақсы бастамаларыңыз бүкіл Қазақстанның білім инновациялық мектептерінің көретінде әрқашан жалғасын тапсын дейміз. Жаңада бір қайталап айтайын. Олардың білім инновациялық мектебіндегі жеткен жетістіктері сіздерде жалғасын тапсын. Қашанда биіктерге табыстардан көріне беріңіздер. Алла жазса біз радиода жолда жүргенде сіздердің радиоларыңыздың дауыстарыңызды естіп жаттанып қуанып отыратындар болайық. Біз сол елде болғанбыз, онда жаңағыдай сұхбат бергенбіз деген мағынада мақтаныш сезімді сіздерге мол табыс жетістік.
иә, көп рахмет. Дәл қазір өзіңіздің алып қосаңыз болса немесе өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, бұл біз әсерлі әңгіме бағдарламасына келген қонақтарымыздың жазып кеткен ойлары. Сіздің Ашабиба FM мектеп радиосына қояр берер ұсынысыңыз немесе тағы алып қосарыңыз болса, мына жерге жазып кетіңіз. Менің ұсынысым болар еді, егер осындай жаңағындай сіздердің Ашабиба атындағы радио FM хабарларыңыз тек қана осы Тараз қаласында ғана шектелмей, алла қаласа барлық облыстардың осындай білім инновациялық мектебінде жалғасын тауып, өзара радио байланыс арқылы сұхбаттасып, бір мезгілде, бір мезетте орталықтандыруды жасаса деген. Сіздің бүгінгі біздің радиомызға келіп сұхбат беріп отырғаныңызға көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Жиі келіп тұрыңыздар.